Қабыйұлы Құмармардан 1919 жылы Ұлан ауданы Егінсу ауылдық округіне қарасты Мәметек ауылында дүниеге келеді. Әкесі Темірғалиұлы Қабый. Құмармардан бастауыш сыныпты Шымқора мектебінен оқиды. Қалған 7 жылдықты Бозанбай ауылы маңындағы коммунистік жастар мектебінен бітіреді. 1939 жылы әскер қатарына алынып, әскери борышын Украинада өтейді. 1941 жылы әскерден қайтар кезінде екінші дүниежүзілік соғыстың іргесі біздің де елімізге келіп жеткен болатын, және де сол соғыста алғашқы майдангерлердің бірі болып Құмаш атамыз да шықты. Қан майданда қаншама жерлестеріміз, аталарымыз ел үшін, жер үшін шайқасқан болатын. Көпшілігі сол қырғыннан қайтпады да. Амандық хат. Қымбатты үйіме, апама, тәтеме, бауырларым Мәруа, Өмірбек, Мұхтар, Хатша, Дәмет және нағашыларыма, нағашы жеңгелеріме, шешейлерге. Мен қимастықтан амандық хатымды сендерге арнаймын. Мәруа, сенің 21 декабрьде жазған хатыңды 15 январь күні алып, оқып өте қуанып қалдым. Қуанғаның бір жағы былай тұрсын, ағамды әскерге алып кеткеніне ренжіп қалдым. Қайтып отырсыңдар. Отын суды, продуктіні қайтып тауып күн көріп отырсыңдар. Қалай ақсыз күн көрістерің? Ағадан хабар бар ма? Қайда барыпты? Ендігіде адресін жіберіңдер хат келсе. Ахмадиян қайда? Оның не іші, кішкене жиендер, тәтемдер сау ма? Қали атайдікіне, Ахмадияндікіне шешейге сәлем айтыңдар. Апайдың, Мәртенің ештері қалай? Хал тұрмысым жақсы. Мені көп ойлай бермеңдер. Аманшылық болса әлі-ақ көрсеміз. Көп не жасайын? Әлі хат күтем. Хош сау болыңдар. Мәруа, өзің үйге, шешейге көмек көрсетерсің. Тез хат күтем. Амандық хабар. Қымбатты үй іші. Мен қимастықтан амандық сәлем арнадым. Аман сау жүріп жатырсыңдар ма? Ал менен амандық білмек болсаңдар, аман сау міндетімді атқарып жүріп бара жатырмын. Бұрынғы жеріміз қалды. Батысқа бет алып кетіп барамыз. Отанды қорғау міндетін орындауға мұндай шақтарда елге партия мен үкімет керек. Енді сондықтан отан мен Сталин қанды ауыз фашистердің сазайын тарттыруға біз сияқты ұлдарын шақырды. Сондықтан біз бара жатырмыз. Ал аға апайым, хош сау тұрыңыздар. Бір амал ісі болар. Бауырларға, нағашыларға, жезделерге, ағайларға, қарындастарға менен сәлем. Хош сау тұрыңыздар. Жүрген жерде тағы хат жазамын. Ашхабад пен Каспий теңізі арқылы Қапқазбен бет алып барамыз. Мәруа қарындасым, хош сау тұрыңыздар. Соғыста қайтыс болған, отан үшін от кешкен аталарымызды ұмытпайық.